Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін Жамбыл Жабаевтың Зілді бұйрық өлеңіне тоқталамыз. Алдыңғы сабақта еске түсіретін болсақ, Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы өткен болатынбыз. Мына видеороликке назар аударайық. Қақаған қар аралас соғып боран, ел үрей көк найзалы жау торыған. Байғара Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты атым содан. Еріксіз 18 жас мінгізді атқа, бір Жамбыл бөлінгенде екі жаққа. Бір жағы қайнап өскен қалың елім, бір жағы атқа мінген бай мен датқа. Құлманбетпен салыстым, күшті ақынмен алыстым. Итермелеп манаптар, жыртысын жырттым намыстың. Уа әлеумет құлақ сал, қария Жамбыл жырласын. Мен сөйлемей кім сөйлер, заманам менің сырласым. Дуадақ едім шөлі жоқ, аққу едім көлі жоқ, сыбызғы едім үні жоқ, асыл едім құны жоқ. Енді міне кім болдым, елі сүйген жыр болдым. Бәйгеден озып жүлде алған, шауып мүше күнді алған, өлеңнің кенін қазайын, бауырымды жазайын, жүйрігемен болдырған. Ленинградтық өренім, мақтанышым сен едің, Нева өзенін сүйкімді бұлағындай көремін. Ал енді балалар, видеороликті көріп болсақ, еске түсірейікші. Жамбыл Жабаев кім? Топтастыру әдісі арқылы бос ұяшықтарды толтырамыз. Жарайсыңдар балалар, өте дұрыс. Яғни Жамбыл Жабаев айтыскер ақын, Сүйінбайдың шәкірті, 15 жасынан өлең шығарған, 100 жасаған бәйтерек, жыр алыбы Жамбыл. 1846 жылы дүниеге келіп, 1945 жылы дүниеден озған. Шу өзенінің бойында туған, ауыл молдасына хат таныған. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту. Жамбыл Жабаевтың Зілді бұйрық өлеңі тарихқа келу себебі 1916 жылы ұлт-азаттық көтерілісті Жамбыл басынан кешірді. Ресей империясының озбырлығын тарихтан өткіздік. Су болмай, мал жаятын жайыт болмай, қазақ-қырғыз елдерінің кедейлеген табыры пайда болды. Соғыс ауыртпалығы Қазақстанда жұмысшылар мен шаруалар қозғалысының өсуіне түрткі болды. Қазақ жастарын майдандағы тыл жұмысына алу жөніндегі патшаның 1916 жылғы 25 жарлығына байланысты ереже шықты. Ұлт-азаттық көтерілістің басталуының себебі қазақ жерін отарлау, қазақ жеріне қоныс аударған орыс шаруаларына күштеп тартып алып беру саясаты еді. Бұл дағдарыстың айқын көрінісі Қазақстан және Орта Азия халықтарының 1916 жылғы жалпы бұқаралық сипат алған ұлт-азаттық қозғалыс болды. Зілді бұйрық өлеңі тұтастай оқиға желісіне құрылған және тарихи деректермен берілген. Осыған қарап, нақты тарихи оқиғаның берілгендігін аңғару қиын емес. Жамбыл Жабаев өзі де бұл тарихи оқиғаның саналы куәгері болғандықтан қалтқысыз жеткізе білген. Ал ендеше балалар, бірінші тапсырма Зілді бұйрық өлеңінің мазмұны бойынша пікірлеріңді Попс формуласы арқылы білдіріңдер. Келесі екінші тапсырма. Өлеңдегі кейіпкерлердің қасиетіне қарап, жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді анықтаңдар.
анықтап болғаннан кейін жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді салыстырыңдар. Бағалау критерийі: Жамбыл Жабаев зілді бұйрық өлеңіндегі кейіпкерлер бейнесін аша алады, үзінділерді жатқа айтады, өлеңдегі кейіпкерлерді салыстыра алады. Сабағымызды қорытындылай келе, азаттықты аңсаған халықтың қаһармандық қасиетін таныта білген Жамбылдың жыры ұрпақ үшін жоғалмас, баға жетпес қазына болмақ. Кері байланыс: білемін, мен үшін жаңа ақпарат білгім келеді. Кері байланыс жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет.